Сәлем оқушым, қалың қалай? Бұл квадрат теңдеудің шығарудың екі тәсілі бар. Мен саған екі тәсілін көрсетейін, саған қайсысы ұнағанын таңдап ала ғой. Ең бірінші мен өзім көп қолданатын, яғни осылай квадрат жақша беріліп, тең бір санға тең болса, мен оны былай аламын. X минус 2-нің квадраты, 7-ні мен плюс минус 7-нің квадраты деп аламын. Осы жерден квадраттарды кетіріп, x минус 2 тең плюс минус түбірасты 7 деймде, минус 2-ні мына жаққа плюспен көшірем. 2 плюс минус түбірасты 7. Сонда x бірде 2 осындай 2 түбірге тең болады екен. Немесе өзіне ыңғайлы тәсіл дискриминантпен шығарсам болады. Яғни квадрат жақшаны қысқаша қоюды формуласымен ашып жіберем. X квадрат минус 4x плюс 4 тең 7. X квадрат минус 4x 7 көшет минус 3 тең 0. Так, дискриминантқа салайық. Дискриминант тең 16 қосылған 12 28. Так, бұл бізде түбірге алатын болсақ 28 дегеніміз 2 түбірасты 7. X бірде 2 тең 4 плюс минус 2 түбірасты 7 бөлінген 2. 2-ке қысқартып жіберсем, әрқайсының 2 плюс минус түбірасты 7 шығады. Өзіне, екеуіне де бірдей жауап шықты, өзіне қай тәсіл ыңғайлы, сол тәсілмен шығарсам болады. Енді мен саған беретін есептің жауабын маған комментарийға жазып жібер.